деп жатамын. Сәрсенбі күннің тағы да бір келесі керемет эфирі болмақшы. Бүгінгі эфирдің қонағы бір өте, білмеймін, жүрегіме сондай жылу келген адам. Бұл кісі біздің жаңағыда параллельный веткада сондай бір отырған адам. Ал енді қарап отырсақ, біз бұл кісімен анау Шымкентке барып, Роза, Шымкентке барып, анау Қарабұра әулиенің басына барғанда бір өзін ерекше танытқан қыздардың бірі, сондай мінезі ашық, анау аузын ашса көмекей көрінеді дейді ғой. Сондай бір керемет ашық мінезімен, содан кейін мынау қызметімен бізге сондай тәнті қылды, баршамызды сондай сүйсініп тұрып, бәрімізді сол Айгүлдің телефонын жазып алған болатынмын. Сол жүрегімнің түбінде жүретін, ой, осы Айгүлде бірде болса да бірде деп, ол кезде таңшуағы эфирі де жоқ, қайткенмен де бір жақындасқым келген еді. Сондай өзіме ұнады. Себебі сол әулие басына барғанда да анау қызмет ету керек қой, тік тұрып, өзі де жолдасы да арман, сондай тік тұрып, сол бәрімізге бірдей ғой, сонда да ата үшін мен қызмет етемін деп, сосын кейін арасында келіп бізге әңгіме айтып, қызықтырып, сондай бір керемет, жүрегі сондай таза, ашық адам деп өзін таныған болатынмын. Сондықтан да бүгінгі эфирге жаңағы үлкен лауазымды рангтарда отырған адамдармен, енді өздеріңізге мәлім, біз бұған дейін жаңа борд директорларда, атқарушы директорларда, интерларда, нациктарда шығып жатты. Бірақ сонымен қатар, кішкентай Айгүлімізді өзі маркетинг директор болса да, өзім арнайы осы эфирға шақырған болатымын. Бүгінгі эфиріміздің қонағы біздің Айгүл Нұрмаханова. Ол кісі Шымкент қаласында, бір өзінің қаласында емес, ауылда жүрген қыз осы бизнесті жасап жатыр. Сондықтан да Айгүл ханым, қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Қазір осы игрусі анау шалғай ауылда жүріп, қалай сізге сол информация жетті, қалай бұл жерге кірдіңіз, сол тарихыңызбен таныстырсаңыз дұрыс болар еді. Өзіңізге бердім. Саламатсыздар, Таншуаққа қош келдіңіздер. Мен енді өзім таныстырып өтсем, мен Нұрмахатова Айгүл Сүгірқызы. Бір ұлым, бір қызым бар, қызым тұрмыста, бір немерем бар. Өзім сол шаруа қожалығымен айналсам. Былай қарап тұрсам, адамға не керек, соның бәрі бізде бар екен ғой. Менде бар екен. Біз сол жермен айналсамыз. Қызанақ, қияр, укроп, не керек бар, арбуз, қауын, солармен егістікпен айналсамыз. Жоңышқа егеміз. Енді инкрузге қалай келген сұрақ қоясыздар ма? Сұрақ қой беріңіздер, мен дайынмын ғой сұраққа. Өзім сол кіш. Даусыңыз шықпай қалды. Қалай келгеніңіз туралы айтып кетсеңіз. Иә? Тарихын айтып кетсеңіз. Енді инкрузге келген баста былай болды. Өзім Инстаграмнан келдім. Бірінші сол іздендім. Енді бұрын талай өмірінен сынақтар өтіп жатты. Соның бәрін жеңіп, сөйтіп өзім шештім саяхаттауға. Сөйтіп Инстаграмнан Гуглде Грециядағы Татьянаға бірінші андай сонымен сөйлесіп, қалай саяхаттайды сұрадым. Кейін ол лидерім Қазақстан адамдары, сол қалай маған кім жәрдем береді, қалай сізбен кездесе аламын деген кезде, сол Қазақстанның қыздарының номерін берем, танысып жұмыс жасайсың деді. Содан кейін мен қиын-ау деп сонымен басқа Қазақстан адамдарын іздедім. Сөйтіп Тараздан Мира ханым мен Бақыт әпкені таудым Инстаграмнан. Сөйтіп сол Инстаграмнан сөйлесіп, сонымен шақыртып Шымкентке. Сол бір күнде тіркелгем. Сөйтіп тіркеліп, жұмысты сразу сол жерде бастап кетіп саяхаттайым дедім. Сол жерде де адамдарды жинап жүрдік қой, енді біраз апардым, Ленгірге апардым, ауылдың бәріне апардым ғой.
сол кезде енді ешкім тіркелмеді. До того адамдар бізден қорқып паспорт удостоверенияларын тықты ғой. Тығып адамдар білмеймін соншама қорыққан. Содан кейін өзім ойладым да, қой бұл кісілерді өзім танитын адамдарға апарам деп сол жаққа апардым, винсовхоз жаққа. Сол жерде сөйтіп 5 адамды тіркеп безоплатник болып кеттік қой. Бір аптаның ішінде. Керемет. Безоплатник рангта бұл керемет ранг қой, ол бірінші шығу деген, ол бірінші жеңісін өзінің, иә? Кейбіреулер жаңағы жұрттар шақырып, айтып, әлі де қорқып отырады. Мысалы, ой, кірейін ба, қолынан келе ма, келмей ма, ол не істеймін, қораға кіріп кеткен жоқпын ба дейтіндей. Сен өзің іздеп, қандай алырғысың. Алдында ауылда жай ғана сол өзі үйінен кей адамдар шықпай қалады ғой, жаңағы малы бар, жаны бар, күйеуі бар күтетін дегендей. Сен крестьянский хозяйство дедің ба, оны да үлкен батылдық керек қой, оны жүргізу үшін. Өйткені крестьянский хозяйство менің бір ағамда болды, немере ағамда. Қаншалықты қиын екенін сол кісіден көрген болатынмын. Ол оңай жұмыс емес. Оған кәдімгідей бір батылдық керек, оған еңбек керек, жаңағы жүгер керек дегендей. Сонымен қатар әлі де ізденіп жүріп, инстаграмда отырып, осындай мүмкіндік бар екен деп, сен әрқашанда сондай бір ізденісте жүрген қыздардың бірісің. Сондықтан да бізге ұнайтын да сол шығар. Ал Айгүл ханымның бір айтайын деп едіңіз? Тағы мен адамдарым андай ғой, жұмыс істемейді. Күндікке шығатын полядағы адамдар ғой. Соларды мен апарғаныма қуандым ғой. Ақша жоқ. Күндікте семьясымен шығады. Соларды мен қанша сол үлкен сонда адамдар ғой, мен де көп балалы аналарды апарып жатырмын қазір. Европаға да. Мысалы, кейбіреу айтады, ойбай, ауылда тұрып жатырмыз, ауылдың жағдайы нашар, оларда ақша қайдан, мен оны шақыра алмаймын, маған ешкім келмейді деп, уже заранее болжап қояды ғой, солай болады деп. Енді анау ми деген соны қабылдайды, болмайды екен, оның қолынан келмейді екен, сенің қолынан келмейді деп, ми бірден сені жаулап алады. Ал жоқ, қайткенде берілмеймін. Бұл жерден болмаса ана жақтан шығарам. Ана пенсиядағы отырған адамды, ақша таппай отырған адамдарды, зато қандай сауабын алып, жаңағыдай неге круиздарға шығарып, ол керемет сауап қой енді, ел көрсетіп, жер көрсетіп дегендей. Сондықтан да Алладан қайтсын. Ал жаңа поле деген әңгімені бар ғой, керемет. Бізде инкрузда мынадай сөз бар. Үйде отырып жұмыс істей бермей, выходите в поля дейді бізде. Сондай сөз бар. Поля дегені енді жан-жаққа барыңдар, Қарағандыға барыңдар, мына тұрған ауылға барыңдар, әйтеуір кісілерді басқа мемлекетке барыңдар, международный бизнес, идите в поля, не сидите деп бізде фраза бар. Енді Айгүл ханым енді жаңағы қазақи келген адам, анау осы, по-моему, вышестоящий жұлдыз ба сізге айтқаны? Не сиди, выходи в поле дегенге, Айгүл оны тікелей қабылдап, кәдімгідей, анау дала бар ғой, полеға шығып, дәптерімен, мынадай дәптерін алып, мынадай қаламын алып, полеға шыққаны, сол жақтағы трактористтарды, комбайнерларға бәріне жаңағы презентация өткізіп, соларды жазған туралы, сол туралы айтып берсеңіз қалай? Ол бір қызық болған енді. Қалаға бардық, енді қалада ақша көп дейді ғой, енді маған жұлдыз айтады. Ана 3 пакетіміз бар ғой, премиум, классик, стартер. Сонымен кейін ана жұмыс істемейді, стартермен тіркеймін десем, жоқ, премиумге тіркейсін дейді. Одан қойғанда қалаға барайын, байдың бәрі қалада шар деп, қалаға жұмыс істейміз, ана жаққа мұғалімдер бірақ тіркеліп жатыр классикке. Сөйтіп қой дедім да, кейін енді үйде отырмыз. Азанда шығамыз, Шымкент бар ма, Жетісай бар ма, Түркістан бар ма, барлық жаққа барып, презентация танысып, шайға шақырамыз біз. Оларды шақыру арқылы тіркедік қой, инкрузде сондай екен ғой жұмыс. Сөйтіп үйде отырмыз, кейін қой, поляға шығыңдар, поля
бізде енді күнде жұмыс қой, адамдар көп. Енді не істеймін, мына трактористтерден бай адам жоқ. Соларға шықтым. Сөйтіп киініп алғам, бәрібір енді бар көрекпіз ғой поляға. Сөйтіп барып, арықтан секіріп, құлап, сәл оны соткамды суға түсіріп алайын деп. Сол жерде барып, енді ана жұмыс істеп, жоңышқалар жинап жатыр ғой. Кейін айтам ғой, сендерге бір жаңалық айтайын. Сендер пинет етіп жатсыңдар, сендер қыдыру керексіңдер деп. Ой, бізге ол түсімізге де кірмейді, біздің ақшамыз жоқ деп шығады ғой. Жоқ деп, соған қазір жұмыстарым бітсін. Сөйтіп обед ішу керек қой, сол кезде отырып алып, сөйтіп ана тіркелу десе қашады да. Одан кейін өйтіп айтпайтын болдым. Саяхат клубы, бұл клуб, күшті клуб, барлық психолог, не керек бар, бәр нәрсе бар бұның ішінде. Соған қосыл дейтін болдым. Сөйтіп оны аламыз да, удостоверениең бар ма? Бар. Айшин, тіркелу тегін, тіркелсең, саған инкруиз саяхатыңа $50 береді. Наличка емес, саяхатына қыдыруға береді деп, адамдарды солай тіркеп бастадым. Содан кейін оны тіркеп алады, ана $50 авал қуанады. Қуанғаннан кейін енді төлеу керек. Қалай, тез барғың келіп жатыр ма? 1-2 айда или сәл 5-6 айдан кейін ба деп. Сол жоқ, біз жай андай қылып 50 мен стартермен тіркейм, 4 ай төлейді. Кинодан кейін мен оған айтамын, бұл бірақ мәрте $50-ға $50 аласыз. Ешқандай бонус қосылмайды. Түк саған енді онша пайдасы болмайды. Сен одан айтам, $100-ға өт, $100-ға $100 қосылады. Соған қуанып, ана 200 дегенде 100 мың теңге енді оларға ақша болады ғой. Кемна 25 мыңнан 50 мың теңге өтеді, 50-ге 50 қосылады деп қуанып, солай ай сайын құйып, сонымен 3 айдан кейін ұзат қылдырмаймын да, 3 айдан кейін жетпеген ақшасын үстіне доплата істеп, сөйтіп апарып келіп жатырмын ғой. Солай. Тамаша. Енді міне бірінші жаңағы осы инкруз келгенде бірден адам уже ана жерден презентация өткіп жатқанда уже миында тұрады. Ой, мен ана туысымды жазам, мына бауырымды жазам, мына досымды жазам, анау кіреді, мынау кіреді деп уже ми жұмыс жасай бастайды ғой, иә. Сондай өзінде де болған шығар. Сол өзін ойлаған туыстарын, бауырларын, не жақын достарым, ай, осы кіреді-ау деген адамдар бірден кіріп кетті ме, әлде кірмей қалды ма? Сол туралы айтсаңыз. Иә, бірінші кезде туысқан, туған роднойларымды. Бірақ мен өзім оларды қыдыртқым келді да. Енді горячий тур деп жатады ғой, бір $200 мен барып келдік, үйттік деп. Сонымен әпшелерімді, енді бір о жер кезде әлі инкруизде болмаған ол кезде. Сол турлар агентствоға барып, сентябрьде бастамасы содан басталған ғой. 3 әпшеміз сентябрьскіміз туған күнге барып, соқта тойлаймыз деген. Сөйтіп каждыйымызге $1 миллионнан санап берді. Кейін ой қымбат екен ғой деп, сол инкруизді солан табылдым. Арзанда анау Мира жазған инстаграмна, 3-4 мемлекет, 3-4 қала көресіз, сондай $1000, $2000 деген бағасы ғой, мынау жақсы екен ғой деп, сөйтіп кіргем мына круизді, солай тапқам. Бауырларымға тіркелмеді ешқайсысы. Ешқайсысы тіркелмеді. Бірақ енді енді баста тіркелмеді, ешкім тіркелмеді. Енді бір басы қызықтығысы да енді сәл анау бұрынғы сәл грустный нәрсемді де айтып берейін ба? Айтшы. Ай, не болса да, ана шай ішіп отырғандай бөлісіп, бәріміз бір отбасымыз ғой, инкруз деген, иә. Енді мен бұндай мудрая женщина болып, не бір қиыншылық көргеннен кейін болып отырмын ғой енді. Ол баста мысалы мен енді өте жақсы семьяда, менде бір ұл, бір қыз бар еді ғой енді. Мен бірінші күйеуім қазір 20 жыл болды қайтыс болғанына да. Сол енді қанша? Қызым 7 жасар, 8 жасар еді да, қыздар. Сол кезде мен бай әулетке күйеуге тигем, бақуатты. Сол кезде қызбен мен сол бір ұлға, қыздар бар, 3 қыз, бір ұл бар. Сол кезде енді аңқау біреуінің ерке қызы болғам. Сол кезде бір қызбен, бір баламмен мен давай деп шығарған. Сол әулеттен кеткен мен. Сол әулеттен мені кеткеннен кейін барлық нәрсе оларға қалып,
содан пысық болдым ғой, Галия Сабитовна, содан пысық болып, не бір үйді де салдық, балдарды да оқыттық, бәрін істеп, үйімді сап болғаннан кейін сол қуып жүрген адамдардың туысқанын бәрін шақырдым новоселияма. Аха. Сол жерде соларға рахметімді айттым, әпшелеріме. Рахмет сіздер қуып жергендеріңізге. Осы сіздер үйтіп қуып жүрмегенде мен бұл дәрежеге жетпейтін едім деп, сол кезде қайтып барлықтарымен достасып, қазір барлығы жақсы. Құдалық бар ма, не бар ма, мені бірінші Айгүл келе жатыр десе, ет асып күтіп алады. Сол дәрежеге жеткеніме қуаныштымын. А так, айтады ғой, ерсің сен, Терешкова деп, ерсің сен, Айгүл. Қазір соны күліп еске аламыз. А так, жүрмеген садикте де не болдым, бәрі нәрсе, поварда болдым, уборщицада, охранник болып, бірақ маған үлкен жақсы адамдар кездесті. Заведующий садика, сол садикте тұрдым бала шағамен. Сол жерде өмір сүріп, сол жерде и қарауыл, и повар, и воспитатель бәрі болдым ғой. Бірақ жақсы адамдар кездесті, солардың арқаларында мен де жақсы істегім келеді ғой. Бірақ сол бүйтіп көріп, енді сол қарапайым адамдарды, көп қой бізде қарапайым адам. Соны өзім ниетіме қарай барлығы тіркеліп жатыр анау. Оңай. Күліп, ойнап жүріп, сол Ол сенің ашықтығын ең үлкен сенің козырың. Козыр дейді ғой. Ешкім болады ғой өзінде. Сондықтан да жаңа айтып жатсың, менде қайда барсам жақсы адамдар кездеседі деп. Ол жақсы адамдар не кездеседі? Ол сен жақсы болғаннан кейін. Жақсыға жақсы келеді. Көрдіңіз бе? Кей адамдар болмашы бір нәрсеге өкпелеп, ренжіп, мініздеп, немесе командада болады, ана наставнигім дұрыс демеді, мынау сөзді айтып қойды, ананы айтты, мені атамай қойды деп, кейде болмашы бір нәрсеге ренжіп, жаңағыдай не семьясында болып жатқан бір кішкентай қиындықтарды жаңағы жеңе алмай, тұнжырап, қабақтары түсіп кететін адамдар болады. Мен айтам, айналайындар-ау, сенің бүгін өмір сүріп жатқан өмірін біреудің арманы. Сен бүгін бір нәрсе болмады деп ренжіген орнына болу үшін қандай іс-әрекет жасайын, болудың жолын іздеу керек. Алла тағала бәріне бірдей береді, жолын ашылады деп жатамыз. Көрдің бе? Сен жаңаға соларға өкпелеп, жарайды, мен сендерге, сендерсіз-ақ өзімді дәлелдеймін, мен әлі көресіңдер, мен үйтіп кетем, мен бүйтіп кетем деп бір көкірек адамда кейде болады ғой. Сіз оған жасаған жоқсыз. Қайда кішкентай көтерілгенде, кішкентай бір мүмкіндік барғанда солардың бәрін жинап алып, оларға рахмет айттыңыз. Әрине, олар өзіңіздің сондай даналығыңызды көріп, өзіңіздің мынадай адамдарға, энергиясы бар адамдарға адам келеді. Анау адамның жаңағы на состояние приходит дейді, адамның өз ниетіне қарай келеді. Ал жаңағыдай былай бүйтіп отырған адам болса, қорқақ адам болса, жаңағыдай ондай адамға келмейді. Қайта сіз анау ауылда отырып, өз қарапайым мінезіңізді деп, уборщица болсаңыз да, повар болсаңыз да, трактористші болсаңыз да, сізге адамдар келеді. Себебі сіз өзіңіз сондайсыз. Анадай от жанып тұрған, энергия беріп тұрсыз. Адамдарға жақсылық жасаңыз келіп тұрады. Ол үлкен бір қасиет. Енді жаңа бір өзіңіз, көп адамдарға, енді компанияның миссиясы да сол ғой, адамдарға жақсылық жасау, ел көрсету, жер көрсету деп. Бір шалғай, Абай ауылы ма, Абай ауылда, сол жерде тұрып жатып, мысалы, анау өмір бойыдан шықпаған, анау отбасы қазаннан шықпаған адамдарды, пенсияда отырған, жағдайы жоқ адамдарды әйтеуір бір әрекетін тауып, жолын тауып, сіз алып шықтыңыз. Круизға алып шыққаныңыз туралы, қандай круиздар болды, қанша круизға бардық, қандай адамдармен бардыңыз, қорқыныш сізде болды ма? Өзіңізді өмір бойы сол круизда жүрген адам емессіз ғой. Қорықпай, мысалы, адамды ертіп апарудың өзі үлкен батылдық деп білемін. Соны қалай, әңгімені прям асықпай соны айтып берші бізге. Былай болды ғой енді. Сол Винсовхоздың бірінші келіндерімізді апардым. Жұмыс істемейді, көп балалы аналар. Олар бірінші кафеге шақырдым. Олар жақсы көреді ғой шай кафеге. Айгүл келді деп кафеге шақырып, олар тіркедік.
сөйтіп сен жақсы, олар айтады, ой, Жеңше, түсімізге кірмеген нәрсені айтпай қойыңыз. Біз бірінші продуктымызды жеткізіп алайық дейді. Аллахтан сұрасайшы, бәр болады деп сөйтіп Иә, иә. ұзартпадым. 3 айда олардың салып, кейін жетпеген, кейін күйеуімен де сөйлестім уже. Кейін уже келіндермен жоқ деп ертіп қойды енді. Кейін үйіне, мен нагло үйіне баратын болдым ғой бәріне. Айтады ғой, көпсілер заңдаймын, Айгүл біз жоқпыз, бір жерге кетіп қалдық дейді. Кейін уже заңдамайтын болдым. Кейін уже мен баратырмын деймін, сразу үйіне барам, сөйтіп ұстайтын болдым адамдар. Сөйтіп айтады ғой, даже класстастарым, Айгүлге, егер мен оларды кафеге шақырам, келіңдер, кафеге келсеңдер, мен сендерге шай берем, келмесеңдер, онда үйлеріңе барасыңдар, ет асып әуре боласыңдар. Содан кейін қазір жердің астынан да табылады, лучше барайық деп бәрі келеді кейін маған. Бәрі таған алыс жерлерде тұрады ғой, жердің түбі ауыл жерлерде тұрады. Солай жинап алдым, сөйтіп енді бірінші круизім, енді былай мен шығып жүрдік қой отельдермен, бірақ лайнермен бірінші рет. Өзім қорқам, брондап алдық, бірақ айтады ғой, енді қарапайым адам болғанда кейін отель керек емес, анау керек емес, мынау керек емес, арзан дей береді ғой. Сөйтіп төртеумізге бір каюта, 4 қыз болып брондадық. Бізге сол самолетпен 285 мың теңгеге түсті. Асел, Ақбота, Гүлсім, мен төртеуміз. Өзім енді бірінші рет болсам да, енді мен бір күніге бар жүрген сияқты кірдім ғой образға. Егер мен уже о жерде бүйтіп қалсам, аналар бәрі уже құлайын деп тұр. Содан бастап былай өзім мықты болып келістік. Енді жұлдыздан, бақыттан сұраймыз, Мерадан не аламыз, мынандай аласыңдар деп. Ол қанша дайындалғанымен бәрібір сумканы бізді көбейтіп жібереді. Күн суық, қыс қой, ноябрьде шықтық. Сонымен не керек, Алматыда, Шымкентте кездестік, Алматыға пойызбен жетіп алдық. Сөйтіп жетіп алғаннан кейін бір подругасының үйінде отырдық. Сол жерде енді киімдерімізді азайтып жатырық қой, ручной вкладқа амағамыз багаж. Сөйтіп керек емесін тастаймыз. Сол жердің егесі айтады, маған балам билет әперген, 3 сағатқан кезде регистрация жасайды. Сөйтіп әлі 3 сағат болған жоқ, біз бір 10 сағат бұрын бардық. Сонымен үйдің егесі айтады ғой, вообще мынандай самолет жоқ сіздерде дейді. Бұндай, бұл өтірік қой дейсіз. Жүрегім қорқам, енді аналарға айтамын, тез жөн алыңдаршы, 5 сағат болсын, 10 сағат ерте бара берейік деп қоям ғой, самолетқа да. Бірақ оларға айтпайсыз? Оларға айтпаймын. Ішімде енді бар, мен мынандай самолет болмаса. Кейін балама звондаймын, бала что-то регистрация істемей жатыр. О, бала, тоқтасаңшы, 3 сағат қан кезде істеймін. Кейін істеп қойыпты ол. Кейін не керек, ерте барып алдық Алматының аэропортына. Мен переживать едім, өзім тынып жатырмын ғой енді. Олар ырза, бақытты. Маған сеніп, сонымен барып, 1-2 сағат үйттік, отырдық, ақшаларымыз ауыстырып алдық. Сол жерде бар екен аэропортта. Сонымен не керек, регистрацияны өтті, Аллаға шүкір, бар билеті өттік, қуанып, мен давай билетке түсеміз деп қуандық қой, бірақ сенім жоқ әлі жетпегенше. Сөйтіп Бақыт апай гид тауып берді, сонымен бардық, гид, бірақ отель амаймыз деген ғой енді. Біз қайдан білек, пляжда барамыз да, азанға таман түссек, пляжда шомылып, соқта кейін таң атып, Цветочный паркты көріп, кейін лайнерге кетеміз деп ойлағанбыз ғой. Сол қызығымыз, кейін бардық, түстік Дубайға. Абу-Дабиден түстік, Абу-Дабиге бардық, сөйтіп гид күтіп алды. Сонымен гид айтады ғой, отеліңізге апарайық Дубайға. Аналар өздері тағы намыстанып жатыр уже. Отель бұрындамағанбыз. Прямо отельге апара беріңіз деп қойды Асел деген қыз. Кейін айтады, не аламыз алдап. Отель айдалада. Біз ол кейін пляжға жетеген дегенше азан болады. Енді ол ят қой дейді. Ят емес та, бізді пляжға апар, соқтан бізді пляждан ап кетесін азанда деп сөйткен келіс, пляжға апарды. Түнде пляжымыз суық. Бәріміз, бесетка бар екен.
сөйтіп беседкада бар болғаннан кейін анау отырмын ғой енді өзім қорқып жатырмын аналардың түрлеріне, бірақ күліп отырмын, ана настроениелер түспесе ол доллар жаурады. Сөйтіп үлкен площадка бар екен, жүгіретін. Жүгірді ғой олар. Жаурағаннан кейін Шымкентте жүгірмеген жүгіріп жүр. Мен главное кейін мен де жүгірейін ба деп қоямын аналарына. Сол киімге қарап отырыңыз, ұрлап кетеді деп қойды. Мақұл. Олар жүгірді. Азанға дейін. Сондай қызықтар болған. Кейін сол қателікті ақшаларыңыз жетпей тұр. Енді ауылдың адамдары ғой шынымен де. Иә, ол кейін сол қатені, бірақ қазір енді жетпесе де сол маған сабақ болды ғой. Қазір брондатқызам ғой баратын адамдарыма. Өздері де кейін андай маған сабақ болды да. Қандай болса да брондап, бір күн бұрын барып, солай істеу керек екен. Бірақ ол сабақ болды, жақсы. Өздері де хостел болады ғой. Хостел деген арзан болады тауып алуға. Иә. Бірінші айтқандарыңыз ғой. Жоқ, соның бәрі ол да бір үлкен, енді бір ана қайсарлық керек қой, ана жерде берін. Сөйтіп азанмен жүрміз ғой, енді анау шай, кофе 7.000 теңге, шай 5.000 теңге. Кейін айтады ғой олар, енді эконом, енді бар ғой енді оларда ақша. Просто біз қазақ сондай ғой, жоқ дей береміз. Кейін айтады 5.000 теңге шай десе, қой шайды 5.000 теңге аламыз ба? Мынандай стакан күйген дүние күйіп кетсін. Кофе ішеміз дейді, не 1 миллион теңге болмайды дейді ғой. Сөйтіп кофе ішіп, өздеріне де сабақ болды да. Кейінгісінде уже как положено отель брондап, гид бәрін мен андай алатын болдым. Маған бұл үлкен сабақ болды. Сонымен жақсы болдық. Кейін ертесіне күтіп алып, ана цветочный паркке барып, сонымен лайнерге барып, кейін уже жақсы демалды. Лайнерда деген шығарсыздар, бәрі бар. Иә, бәрі сразу. Қабылдады адамдар, өмірі шықпаған адамдар, анадай лайнерді көріп, наверное, ауыздарын ашып жапқан шығар, иә? Енді сен айтып, сол жерде келісіп алдық. Жандарым, енді бір апта бір-бірімізге жылы сөйлейік, ұрыспақ. Қазір ұрысқан кезде уақытымыз өтіп кетеді. Енді шыдайсыңдар деп келістік. Азан мен оларды мен жақсы, тұр деп айтамаймын ғой. Сағат 5-тен басап тұрғызам, жандарым, айналайындарым деп та, чтобы тұрады олар мен еркетайым сияқты сөйтіп жүріңдер. Қазір қыдырттық, барған жерге азанмен кейін ресторанымызға да бардық. Сол жерде Дубайға, Абу-Даби, кейін Сербанияз, бәр жерді көрдік қой енді. Үлгердік. Ұқтаманда 1-2 сағат жетеді, үйде ұқтаймыз деп. Сол жердің бәрі завтрак, обед, дейміз, ужин, кейін тағы 9-да ресторанға барамыз ғой. Енді қарындар тойды, қазір айтады ғой, өздері айтады. Қазір настроение түссе, соны еске түссе, қайтып өмір сүріміз кеп кетеді дейді ғой. Бірақ күшті демалыс болды оларға. Солай болды біріншісіміз. Жалпы неше круизға барып келдіңіздер? Қазір 2 рет Персидский заливке, 1 рет Европаға барып келдік қой. Тамаша. Осы мен бір естуім бойынша, сіздер анау кіші қажылық жасаған жоқсыздар ма? Иә, бардық о жаққа да. Сондай бір әңгіме. Умраға барған себебіміз, енді мен Персидский залив, балам айтады да, бірінші енді ол міндет, парыз, қажылыққа барыңыздар бірінші деп, сөйтіп ойламаған жерде 1 аптада бардық, бірақ күйеуіміз Арман айтады, дайын емеспіз, тойларымыз бар, біз дайын емеспіз ғой деп сөйтті да. Кейін жоқ, барыңдар, дайындық керек емес. Кейін айтамыз оны, ол жақта мысалы көпшілер қайтыс болып кетеді ғой. Бала шағамыз айтады, қайтыс болып кетсеңдер де қуаныңдар, жәннатқа барасыңдар дейді ғой. Жұрттарда арман о жаққа барып, бірақ ешкім уақытта қайтыс болмайды дейді, бірақ қайтыс болсаңыздар қуанасыздар, қуанамыз дейді ғой, көліп сонымен. Барып келдік, қажылыққа бардық. О жерде енді күшті керемет, мен өзім 6-шы класстан армандайтын барып келу. Енді о жерде де сұрағыңа ответ сразу келеді екен да. Оразада бардық қой, оразада. Сөйтіп қаббаны енді стағымыз келді, адам көп, құласаң басып кете береді екен ғой. Сонымен қасымда жолдасым айтады да, қаббаға жолаушы болма, бүйтіп қуан айналғанына.
сөйтіп айтып болған еді, ана жерде бүйтіп жол ашылады ғой бізге, Каббаға. Сөйтіп одан кейін қараса жол бүйтіп бардық. Сөйтіп бардық та, ой, жүрегім қысылып жатыр деген еді. И сол жерде круг болды ғой, білесіз ба, мынандай дөңгелек. Ана Арман қорқып кетті өзі. Сөйтіп одан кейін тұрдық та, ана тілеп жатыр, адамдарға тілеп жатыр. Өзіне де тілесек, Аллах тағала ренжиді ғой десе, Аллах тағаладан ұялып тұрмын дейді ғой. Мына жерден уже бір нәрсе беріп. Барына шүкір, Алла тағаладан ұялып тұрмын. Ұялып тұрмын бір нәрсе сұрауға, сразу беріп жатыр ғой дейді ғой. Сөйтіп, Аллах шүкір бәрін берді ғой ол маған дейді да, мен ұяламын тағы одан сұрауға, бәрін беріп тұр ғой дейді. Сонымен сол жерде андай қылып, сөйтіп кейін одан кейін ана қажылықты енді өткіздік қой. Сол мына жерде Сафа Маруа деген бар екен да, біраз жер жүгіру керек. Ол айтады, жүгірмеймін, мен жай барам деп. Айт болған кезде аяғы жоқ адам алдынан жүгіреді ғой. Құдайдың құдіреті, иә, қарасашы, сонда сразу мен соны видеоға түсіріп алдым ғой, алдынан темір кетіп барады жүгіріп, аяғы жоқ адам. И кейін ана жақтан ұялғаннан бұл да жүгірді ғой. Көзге қорқып кетті. Сондай екен ана жер. Өте керемет, анасы аурасы да күшті. Енді бұрында адамдар айтқан кезде қандай екен деймін. Қазір енді уже елестете аламын. Енді білмеймін, бақытты ана, бақытты әйелмін мен. Аллаға шүкір, бар нәрсе. Енді шүкір. Біреулер Алладан ғана қорқамын десе, сіздердің енді фразаңыз қазір Алладан ұяламын көп сұрағаным. Жақ болды, анау бір Құдай үйіне барып, екі адам тұр дейді, бір адам үлкен армандарын айтып атса, қасындағы бір болмашы бір нәрселер сұрайды дейді. Анау тыңдап тұрып бишат етеді дейді. Сонда анау айтады дейді, ту сен, саған керегіне мынау ма деп қалтасынан ақша алып, бар керегіңді сонымен алшы, маған кедергі жасамаш, мен Алладан майда шүйдамен мен үлкен нәрсе сұрап тұрмын деп. Сол сияқты сіздер де барына тәубашылық етіп, үлкен нәрсені сұрауға да қорқамыз дейді. Кей адамдар сондай бір қанағатшылдық қой бұл. Кей адамдардың қанағаты болмайды, болсыншы, болмай қалса кәдімгідей ренжіп, бірдемеге салынып, мысалы қалып қояды, иә. Бірақ қарап отырсақ, басын аман, осы көріп жүрсін, жүріп жүрсін, үйім бар, бала шағам бар, оның өзі бір бақыт емес пе? Мына өмірді Құдай сыйлаған, соның өзіне тәубашылық ету керек. Сондықтан да керемет. Енді жаңағы Арман мырзаны да көрдік. Арман мырзаны көріп, о кісіді өзін сияқты бір кәдімгідей адамның үстіне түсіп, не істейін, әпше деп, прям сондай бір керемет. О кісі екеулеріңіз қосылғанда әзілдеріңіз де сондай бір ерекше өтіп жатады. Сол енді Арман мырзада енді сіз кірдіңіз, армандадыңыз, кірдіңіз. Кей адамдардың күйеулері қарсы болып атады. Ой, сен қайда кіріп кеттің, не істедің, қолынан келмейді деп ызыңдай бастады. Ана жолы Айнұр Дос мырза анау шақырғанда сонда күйеуі Дастан айтады, бірде ренжіп анау шығып кете береді, анаған өткізем, мынаған өткізем деп, барып онда сол Майклға бай қылып тиіп алсыншы деп айттым дейді. Сондай да жағдай болады екен. Ал Арман қалай соған қарады? Енді бұл бізге қызық. Қазір енді мен өзім Арманды кездескеніме қарсы болып, солай болған еді. Туысқандарым, мен туысқандарым жақсы екен. Айгүл, тұрмысқа шық деп өз туысқанның айтқан. Біз Арманмен 18 жасымда ол ағамның күйеу жолдасы болды, мен қыз жолдас болғам. Сөйтіп Арманмен 28 жылдан кейін кездестік. Ана коронавирусте бәрі шықпай қалдық қой. Сол кезде бұның алма бағы бар. Бұл да андағы өз шаруа қожалығы бар, андай алма бағы бар. Сондай ол да хозяйствомен айналысады. Мен өзімкі, бұл өзіңкі. Сонымен кездесіп, енді жұмыс жоқ, бәрі жабылып қалды ғой. Сонымен бұны естім, алмасы бар екен деп. Сөйтіп адамдарым көп, сонымен алмасын сатып, сразу бұған да жақсы, ақшаны 100 мыңдап беріп атқан. Біз сол 28 жылдан кездестік. Сонымен бәрі балдар да қарсы болмады уже. Сөйтіп не керек, сол алманың арқасында кәдімгідей ана қыздай қып, құда түсіп, сырға салып, өз уже
психологтар кітаптерін алып өзімді андай қылып жүрдім ғой енді деп сол кезде өзің бақытты болмасаң балдарың бақытты болмайды дейді ғой, жақсы повод табылды да сонымен қой сонымен тамаша, екеуінде де анау не мышление бар ғой, ақша табудың. Ай, анаған бергенше ол ақша менде қалсын немесе арман да солай бизнесқа да жақсы ғой, екеуін бірігіп істеп иә жақсы қосылып сонымен андай ол мен біріншіде ел аралатып бәрін көрсетті, бәр жаққа апарды сөйтіп жатыр машина. Кейін қой ответный юбилей болды туған күні. Ответный. Сөйтіп мен Бақыт апай келді ғой бәрі. Мен бұған саяхат подарок істедім. Мен уже тіркеліп қойғам ғой. Туған күніне саяхат дәрет еттім. Бір ана Бақыт апай айтады ғой, Персидский заливке дәрет еткенсің, бірақ Европаға апардың дейді. Сөйтіп Европаға барып келдік. Бірақ шығардың ба? Европаға барып, кейін ана қасымызға тағы тракторист Фатима апай бар, подругамыз осы жерде танысқан. Соларды да ертіп алдық қой. Сол екі семья болып барып Европаны көріп келдік. Ол барар кезде через Кутаиси бардық. Кутаисиде бір күн отель алып, соқты демалып араладық. Ертесіне Барселонаға ұштық. Барселонада да бір күн соқтан отель алып жатып, қыдырып, ертесіне лайнерге Бимарал бардық кешікпейді. Сонымен сол жақта қиын қызық Марсель, бәр жерге бардық қой, Италия, Франция бәрін көріп келдік. Мынау ауылдағы тракторшы адамдар сол Парижден, Барселонадан, Римда жүрем деп ойлады ма? Мысалы дегенде, осы инкруз болмаса, сол ақшаны жинап, ана лайнерға отырам деген, оларда миына кіріп те шықпайды, иә? Бұл инкруз соған себепші болып, инкрузис бар ғой, соған себепші болған өзі, соны алып шығып, қандай адамдардың сауабын алдың, иә? Бір көрсе де, ол қандай арман, ертең немерелерін айтып жүреді, суреттерін көрсетіп, ой, мен ана жақта шықтым, ана жерде болдым деп, біз енді сонымен мақтанамыз ғой, мысалы, болғанымызға, иә? Қуанамыз, ой, Америкаға барып келдім дегендей. Иә, қазір арман өзі сізбен мына инкрузды мүшелігін алды ма, ол да жұмысқа кірісті ма, кіріскен жоқ па, сол туралы кішкене бір-екі сөз айтсаңыз. Итак, мынау біздің тракторист ауылдың адамдары анау брондаймыз ғой. Сол кезде баратынға дейін бармаймыз деген сөз айтады ғой. Бармаймыз да. Құлпырып жүреді. Сол өзіме сабақ болды, бірақ сол кезде возврат қылып брондадық та. Енді егер бір бармай барғанша ұрса берді ғой, ауылдың адамдар сондай екен. Ұрыс қала береді, бармаймын. Сонымен возврат қылдық, бірақ Аллаға шүкір баратын кезде бірге бардық, апардық қой. Сондай екен біздікілер, енді бар екен сондай, ол да сабақ болды. Сол үшін акаса брондаған кезде бәрібір возвратпен брондау керек екен. Бір жағдай болған кезде да. Біз бірінші кезде без возврата, бірақ бардық қой, бірақ соны сақтандыру керек екен. Сол маған сабақ болды сол жерден. Кейін Арманға жүрді ғой, енді жүрген екен. Бұл да Арман мен бірге жүрген екен, Ағыр менің қасымда. Бұл адамдарды жақсы тартады. Бұл жақсы презентация өткізеді. Сол жүргізеді, мен жақсы тіркеймін. Давай сразу андай тіркейміз да, ол презентация берді. Қасымызға Бақыт апайды аламыз, Жұлдызды аламыз. Сөйтіп жүреміз ғой, бір семья болып. Сөйтіп ауыл аралап, кім керек саған? Лидер керек, мына 2,5 миллион теңгелік кейбіреулер бар, ауылдағы адамдар, анау көп біледі, білімді, ақша айлық алғандарға тіркелгісі келеді да. Саған сонда керек па? Міне Жұлдыз. Тағы одан кішісі керек ма? Бақыт. Кім керек? Арман керек па? Арман. Айгүл керек па? Айгүл. Сондай әр вариантын тауып анда қоямыз. Кейін одан кейін тіркейміз ғой. Тіркеліп, осы жақында семьямен барып келдім ғой, немеремді, қызымды бәрін апарып келдім круизға. Осы инкруиз болмаса мен апара алмайтын едім. Сосын өскенде немерен сен не сыйлық бергенді еске алмайды. Анау бір бұзау бергенді, қой бергенді, анау шетелді көрсеткенін ол есінде қалады, иә, қандай керемет мүмкін. Ал енді жаңа айтып жатсың ғой, ауылдың адамдар, ауыл түгілі біз қаланың адамдардың өзі, көзі ашық, білімді адамдардың өзі кабинетін танымай, білмеймін, не істеймін, қойш.
жиналдым, барсаңшы. Енді круиз жиналып тұр ғой, барсаңшы. Әне барам, міне барам, сосын кейде күйіп кетіп жатса, ей, Құдай садақа деп кейде сөйтетін де адамдар бар, иә. Ал енді қазір мынау бізде бұрында солай болды. Бірақ бұрын айтты, енді шетелдің адамдары ол мынадай бір ереже болса, ережеден шықпайтын адам ғой. Бізде енді қазақшылыққа саламыз да кейде жаңағыдай сол келісім шартты дұрыс оқымаймыз да, жаңағыдай көп деген қате жібереміз, нарушение дейді ғой, жібереміз. Міне қазір қатан соған кірісті. Мына детерминация деген прям кәдімгідей соны алды. Мынау әр адам өз көмектесуге сен көмектесе аласың, бірақ әркім келіп мынадай бір мынау ноутбугымен келіп, немесе телефонмен келіп, сол кісінің именно гаджетінен адам өзі тіркелу керек. Сіз көмектесуіңіз керек. Сізде енді ондай жоқ шығар, өз неңізден брондамайсыз ғой, иә? Өздерінің Бізде бұлар ғой, ауылда ешнәрсе затымыз жоқ. Сол соткамен көрсетеміз, кабинетін көрсетеміз, не қыламыз басқа, соны көрсетеміз, ол ақша түскенін көрсетеміз, соны круизді көрсетеміз, мыналар. И әрқайсысы өздері тіркеледі бізде. Өйткені айдалада ғой, біз оны онлайн істемейміз да, сол жерде Бақыт апай бәріміз барамыз да өзіне. Бірақ Аллаға шүкір, маған жақсы адамдар өз самостоятельно өздері тіркеліп кетеді. Сол жағы жақсы болады. Керемет екен. Шынымен де қарап отырсақ, бізде даже көз ашық адамдар, ой, неге мен бәрібір де тіркегем, олар тіркеле алмайды, телефоннан невозможно дейді. Мына ауылда интернет бірде бар, бірде жоқ. Соның өзінде жаңағыдай сіз солай үйретіп, көрсетіп, сеткізіп жатсыз. Болмаса жаңағыдай алыстағы жүрген адамдар, мысалы, жұлдыз сізге жаңа жазып жатыр, демонстрация экрана қойып, мынаған бас, мынаған нет деп, солай болу керек. И сол дағдыны қалыптастыру керек. Сіз кереметсіз, соның бәрін уже қалыптастырып, үйретіп тастағаныңыз өте жақсы. Ана өздері басып үйренсе, сонда жаңағыдай олардікі де істері алға басады деп ойлаймыз. Сондықтан да өте бір жақсы эфир болды. Міне 1 сағаттай уже уақыт болып қапты. Сондықтан да мынау эфирде отырған адамдарға сөз кезегін берейік. Қандай сұрақтарыңыз болады? Тағы бір айтып кететім, көбінесе айтады ғой, Айгүл білмейді екен тіркеуді, өзіміз үйреніп алайық дейді. Білмейді болса білмейді, білмеймін деймін да, сөйтіп құтыламыз. Кейін амал жоқ дейді. Ана білсең, тіркесаш дейді да, қазір жақсы болды, білмеймін. И ауылдың адамдар өзіміз, бұлар қазір кетіп қалса, кейін қалай тіркейміз деп өздері. Кейін демонстрациямен жақсы болды, қазір Бақыт апаймен бұлай демонстрациямен істейміз. Тамаша. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтар қойыңыздар. Енді маған Айгүлдің ұнағаны, алдың күні айттым. Айгүл, осылай эфирға сені сондай бір жақсы көріп кеттім. Даже мен өз адамдарымды, маркетингтерді мен ешкімді шақырған жоқпын эфирға. Жаңағы Айгүл деп сізді шақырып едім. Ол, мысалы, мен кейбір адамдарыма айтсам, ой, әлі қазір емес, әлде ерте ғой, мен ана раққа шығып алайын үлкен, сосын шығам дейді. Айгүл бірден, жақсы, апай, шығам. Міне, осындай адамдардан қолынан келеді. Қандай іс болсын, мысалы, қолға алды істеп кетем деді. Міне, жаңағыдай ауыл шаруашылықты жүргізу, крестьянское хозяйство, ол да екінің бірінен қолына келмейді. Мысалы, қандай жаста күйеуге шығып кету, ол да екінің бірінен. Жаңағы инкрузды алды, қолынан келді, эфирға шық дедім, шықтың. Міне осындай іс-әрекеттің адамына мынадай сенімдікпен алға басу керек. Анау қорықпай алға басу керек. Энергияның, состояниена адам келеді. Сондықтан да мен сізге сондай риза болып отырмын. Енді алар шынын әлі алда. Мына 30-да орда бұзсаң, 40-та қамал аласың деген. Мынаудай, енді қазір 30-да емессің ғой, әрине. Қайткенмен де бір бағыт алған адам, сол жаңағыдай бір адам жасаған адамды бір адам істей алады. Просто кейде сол қорқынышты жеңу керек, жаңағыдай жалқаулықты жеңу керек, іс-әрекет жасау керек. Ол жаңағыдай жүйеде болу керек, жүйелі түрде жұмыс жасау керек. Ол күнделікті іс-әрекет. Соның бәрін істей білсеңіз,
алынбайтын қамал жоқ. Анау биіктен алып борт болсаңыз да әбден сіз соған лайықсыз. Сондықтан да өзіңізге сәттілік тілеймін. Биіктен көріне беріңіз. Мынадай жарқын мінезіңізбен, ашықтығыңызбен елді қуанта беріңіз. Сондай бізде кейде мынау жасанды адамдар болып кетеді, осы мінез жетпей отырады кейде. Бізде тым мынадай рамкадан, ой мынау не деп шыққысы келмей, мен біреуге бізде навязываться не хочу деп айтып жатады. Айналайын, ол сенің біреуге жабысқаның емес, ол сенің жұмысың. Шаршамаймын, барамын, керек болса келмесе, үйіне барамын деп, сен келмесең сен үйіне барамын, тамағыңды аса бер деп, қандай оны айту үшін де мына жүрек кең болу керек қой. Бізде ойбай шақырам, келмеді, бір шақырдым келмеді, 2-3 сағат телміріп отырдым, ол келем деп еді, келмей қалды деп, прям өздерін жаңағыдай, грубо говоря, сопли жуют дейді ғой. Шынымен де, бір адамға тәуелді болма, бүгін болмаса ертең келеді, болмаса бар өзін жаса, іс-әрекет жасамасаң еш нәрсе қолынан келмейді. Сондықтан да Айгүл, сіздер тағы бір қызықты айтып кетейін де айтпақшы, сөзіңіз алдыңызда. Мен көбінесе тағы адамдарды пойызда да танысқам, Таразда логопед апайымыз да, танымайын да. Соны үйге алып келгем ғой, тіркеген кезде. Кейін апше, кейін балам айтады, ол да апше деп жүр да. Кейін айтады, мама, бұл кім ол деседі. Танымаймын, ана үй жоқ екен, барады, алып келе салдым дедім да. Бір таныс алды да, жақсы. Тараздағы логопед апайымызбен. Сонымен солай таныс болады да, сөйтіп тіркедік та. Енді не болса да, көңіліме алмаймын да, кім жаман сөйлесе де бәрін жақсы қабылдау керек екен. Бәрін жақсы қабылдай берсе, өз үшін мінез бар адамдар бәрі жақсы көріп қалады екен ғой. Жаман айтып жатса да, бұл ондай емес, бұл өзінің бір проблемасы болып жатқаннан кейін солай ақысын бізден алып жатқан шығар. Атак сіз жақсы адамсыз. Сонымен сөйтіп бәрін жақсы қабылдаймын. И с легкостью осылай жұмыс жасаймын балаға. Қазаққа тән қонақжайлық қой. Келіп шай іш. Тараздан кетіп тұратын, мен Шымкентте тұрып жатыр ғой, мына жерден бір шай ішіп кетсейші деп шақырып, сол жерде мен прям соны тіркеп алам деп шақырған жоқсыз. Енді айтуын айтайын дедіңіз да, просто шай берем деп шақырдыңыз. Міне, ойлайды ғой, Құдай адамның ниетіне қарай береді, иә? Сіздің ниетіңізге қарай Құдай бәрі сәйкестіріп солай әкеліп жатады. Сол өзіңізге ғашық болған нәрсем, ол сіздің ашық, осы мінезіңізге ғашық боламыз ғой бәріміз, иә? Өйткені кейде бізде сол ортамызда сондай адамдар жетпей қалады. Өздерінше сыпайы болып, анадан қорқады, мынадан қорқады, иә? Сондықтан сөзіңіз аузыңызда тағайтын. Ұрсылатқан кезде бар ғой енді мінезі көп адамдар. Сол кезде мен ақасы билейді екем. Вақтап айтады ғой. И өзі байқайды. Ұрсып атса билеп тұрады екем да. Кейін амал жоқ маған қарады да күліп жүреді ғой. Сөйтіп тартамыз енді. Енді өзіңіздің тағы да айтарыңыз бар ма? Қандай кеңес бересіз? Өзіңіз ойларыңызды енді еркін бір айтсаңыз, сонымен біз аяқтайық. Еркін айтыңыз. Не айттыңыз? Мен 40 жасқа дейін ұят болады, не ұят болады деп өмір сүрдік қой. Қазір енді жалғыз өзіміз үшін өмір сүріп жатыр екенбіз. Енді мен қазір ешқандай ұят нәрсе істеп жатқан жоқпын енді. Халықтарды шақырып жатырмын, жақтырса да, жақтырмаса да, жіберем ғой, өзім қуаныштымын. Сол үлгі алатын адамдарды мен шетелге апарып жатқаныма өте қуаныштымын. Сол да мақсатыма жеттім. И дальше апарамды. Олар Құда қаласа жұмыс істетіп, ел көрсін, жер көрсін, өмірімізде осы сөзбізді қалады екен ғой. Ол мен ақшаға бола емес, бәрі көрсін деп жатырмын да, ауылдың адамдар, ел көрсін, жер көрсін. Ақша да артықшылық етпейді жалпы. Жоқ, мен өзім ойлаймын да, ақша өзі түсіп жатыр да. Мен айтам ғой, мен еще ойланып көрем, бұл ақшаны алам ба, алмайым ба деп қоям ғой. Аллах тағала өзі бере береді екен ғой. Алла жетілдіреді, жеткізеді. Әр нәрсе Алла адамның ниетіне қарай береді, иә? Ниеті болса, Алла өзі береді, жарылқаушы Алла жарылқайды, береді. Сол беруінен таймасын, бізде аямай берсек, бізге де береді екен ғой. Сол пейілімізді алмасын, өйстіп ойнап, күліп жүре берейік. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Сол денсаулық болса, барлық нәрсе қалған қолымыздан келеді.
Мгм. О дейді. Денсаулыққа да кішкене қаражат керек. Ол Қаражат болғанда бұл жерде дұрыс бар қой. болса. Қазір, например, менде инсульт алған, осы ең ақырыңғыда жеңгемді апардым, буындары ауырған. Иә. Бір мәрте ауырып тұра алмай қалды. Сол кезде балдар айтты, женше, бұны қалай қорықпайсыз, андай кет бассак айтесіз деп. Бірақ өзім қорықтым. Сол кісі бірінші кезде 3 айдан кейін апаратын кезде анау загранпаспорты өтіп кеткен екен да, соны күтіп қалдық та 1 жылдан кейін ақша құйып барды. Сол айтады ғой, Айгүл, 1 жыл мен бір дәрі ішпедім дейді. Ана ойы бөлініп саяхатқа барам деп. Иә, иә. Қазір осы кірді біздің саяхатшы болып жүр. Ендігі круизна немересімен баруға ақшасын дайындап мен шығам деп. Бір ауырмады ғой ана жерде. Мен оны самолет қорқып, не айтса соны істеймін деп отырсам, ол бізде мықты болып жүрді былай. Бізге мотивация болды. И кейін тағы подароктарды алып алған, оған көтеруге болмайды ғой. Оны үйіне барып дайындадық та Бақыт апаймен, 1 сумка жетеді деп. Бәрібір қазақпыз ғой. 2 сумка алып келген ғана киімдерін. 4 аяқ киім. Амал жоқ. Мен немерем болғаннан кейін 10 күн ала салдым ана. Багаж ана сумкасы ручной клад. И сөйтіп оны полный киіп болды ма, киім ада болды ма, женше, қап кетпесін енді алып келген киіміңіз деп бәрін суретке түсірдік. И кейін ақырында ана ауырып атқан женшеміз анау ручной қанша 15 килоны ана балдарына көтеріп жүрді ғой сумкасын. Алла. Қазір Аллаға шүкір жазылып кетті уже. Сондай себепші болып жүрсіз, адамдардың қуануына, денсаулығын жөндеуіне, адам әсер алған, анау саяхатқа шығып әсер алғанда, адамның денсаулығына, адамның миына да сондай жақсы әсер етеді екен. Енді мен бүгінгі эфир сондай бір керемет, әсерлі болды дегім келеді. Мына қазағымыздың осындай ашық, мықты, қайсар қыздары бола берсін. Ал енді көрермендерге айтарым, мынау өз енді армандарыңызды қайта қарап, іс-әрекеттеріңізге қайта қарап, мынау Айгүлден де алатын дүниелеріңізді алып, сөйтуім керек екен-ау деп, сіздер де бір нәрсе болса да, бір мәрте сіздерге әйтеуір бір жақсылық болсын деп осы эфирді өткіземіз. Бұл эфир алдында әртүрлі адамдар келеді, әртүрлі мінезді адамдар келеді. Қайткенмен де әр адамнан осындай бір түйір бірдемені іліп алсаңыздар, сол мақсатпен осы эфир өткізіледі. Сондықтан да бүгін сондай бір әдемі демалып, жаңағы жазып жатыр, әзілдеп, күліп отырып, тыңдап отырдық деп. Сондықтан да тек қана сіздерге жақсылық тілейміз. Ертең біздің анау Айгүл ана жолы эфирға шыққан, ойбай, ол нацик болып кетті, интер болып кетті, ойбай, ол борт болып кетті деп қуанатындай. Аумин. Алла, аумин. Алла әрқашанда бәріміз Алланы сүйікті құлымыз. Алла бізді ешкімді алаламайды. Иә, бірақ жаңағы сен өз жасайтынды жассан, Алла өзі көреді, Алла өзі жетілдіреді. Бірақ оған ұмтылыс болу керек, іс-әрекет болу керек. Сол әрбір рангтарымыз орындалсын, армандарымыз орындалсын. Келесі эфирға дейін хош, аман болыңыздар. Күтеміз келесі эфирді. Айгүл, сізге мында бір рахмет. Сіздерге де рахмет. Жақсы.